Қымбатты оқушылар, бүгін біз сіздерменен абайтану факультативтік сағаты бойынша Абайдың 175 жылдығына арналған толық адам қандай болу керек деген мақсатта әңгіме құрғымыз келіп тұр. Бағытым қайталанбас әлем құрған Абайдың қара сөздері, яғни ұлы Абайдың қара сөздері төңірегінде. Ол қара сөздердің ішінде, әрине сіздер білесіздер, ол қара сөздің қанша екенін. Мен 38-ші қара сөз, 18-ші қара сөз, 19-ші қара сөздердің төңірегінде осы толық адам туралы біраз әңгімелесем деп тұрмын. Осы мақсатта мынандай міндет алып отырмыз. Абайдың қара сөздері арқылы адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Егер әрқайсымыздың бойымызда бір адамгершілік туралы ізгі істі бүгін алатын болса, онда ол бұл сабақтың мақсатына жеткені деп ойлаймын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы толық адам, тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерменен озады. 18-ші сөз осы төңірегінде. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. 19-ші сөз күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе. 38-ші сөз. Міне осы төңіректе әңгіме жасаймыз. Абайдың мынандай өлеңі бар. Базарға қарап тұрсам, әркім барар дейді. Бір кісі емес жазғаным, жалпы жұрт қой, шамдан баяқ, шырақтар ұқсаң жарай. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар. Енді осы төңіректе пайды ойлама, ар ойла дейді Абай. Пайды ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Жаңа басында айтып кеттім ғой. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылдық дейді. Осы бір екі сөйлемде өте бір терең ой жатыр. Осы ойдың төңірегінде қазір жалғастырайық. Енді ол не екен? Дүние де өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз, егер түзу көрінсе, ойлап құлаққа ілдейді. Егер мына осы жерді дұрыстап тұрып қарайтын болсаңыздар, егер ақылың сеніп тұрса, саған өзіңе қажет деп тұрса, жүрегің қалап тұрса, онда бұны сен жүрегіңмен ұғып ал, құлағыңа мықтылап құйып ал дейді. Енді осы тұста Абайда, енді дәл осы жерде не іздейсің көңілім деген өлеңіне бір шумақты мысалға келтіріп тұрмын. Енді бұл сіздердің көңілдеріңіз. Яғни жақтау, жел сөз жанға қас, қошеметшіл шығарған, бір мақтаса боқтамас, ел табылса құмарлан дейді. Яғни сіздің көңіліңіз жақсыны ғана іздесін дейді. Жамандық туралы ойламасын дейді. Ол туралы оның маңайына бармасын дейді. Сені егер дейді, дұрыс мақтап тұрған адам болса дейді, ондай адам табылса дейді, маңайында төңірегінде сондай адам болса, онда сенен бақытты адам жоқ дейді. Міне сен соған құмарлан дейді. Абай айтады, толық адам болу үшін дейді, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек дейді. Қараңдаршы, тағы да екі шумақ. Менің алып тұрғаным, Абайдың жаңағы 38-ші қара сөзіне, 18-ші қара сөзіне, жаңағы өлеңдеріндегі ойлардың, идеяның дәлме-дәл келуі болып тұр. Енді ары қарай 38-ші қара сөздің мына бір жеріне баса назар аударайық. Өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын гүлін бұзады. Абай. Өзі өзгеше боламын демектің түбі мақтан.
әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де күншілдікті қозғайды дейді. Ал балалар, күншілдік деген немене? Ол бақастық, ол бақталастық. Мен неге анау неге менен артып кетті? Мен неге содан артпаймын деген бір ішкі жан дүниеңдегі бақастықты айтады күншілдік деп. Енді осы бір жерде мен қазіргі балалардың арасында кездесетін тағы да бір мынандайды сендердің естеріңе салғым келеді. Кейде бір ішкі жан дүние емес, сыртқы киімменен, сыртқы келбетпенен елден асамын, елден бөлекпін деп жарысатын мақтанкөйлік қазір өте көп болып кетті. Міне осы туралы да Абай 38-ші қара сөзінде айтып тұр. Ары қарай тоқталасын болсақ, енді осы толық адамға не қажет еді екен? Абайда бір керемет афоризмдар бар. Мен оны келесі сабақта Абайдың афоризмдары деген арнайы жинақтаған материалдарым бар, дүнием бар. Оны тағы да арғы келесі сабақтарда көреміз. Енді қараңдар, бүгінгі сабақ бойынша 38-ші қара сөздегі айтылған дүниені ары қарай жалғастыратын болсақ, адамға не керек? Адамға ғылым, білімді көбейтуге 2 қару керек дейді. Ол қандай қару екен? Бірі пікірлеспек, екіншісі берік сақтау дейді. Қараңдар, яғни пікірлеспек деген кітаппен пікірлес, шығып жатқан жаңалықтармен пікірлес, маңайында жүрген жақсы адамдармен пікірлес, жақсыны ғана тыңда дейді. Жақсы ғалымдардың шығармаларын оқы дейді. Екінші, берік сақтау дейді. Яғни оны дейді, алған дүниеңді жақсы дейді, жүрегіңе берік сақта. Сонда сен толық адам боласың дейді. Екінші, адамның қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады дейді. Мынау сендердің қазіргі мектепте оқып жүрген уақыттары ең қызықты уақыттары. Себебі сендерде басқа ой жоқ, басқа проблема жоқ, тек қана білім алу, өзіңнің біліміңді тереңдету. Бұл сенің ең бір қызықты, ең бір қуатты, ең бір күшті, ең бір мағыналы өміріңнің тұсы осы тұс дейді. Енді ары қарай тағы да Абай афоризмі осы тұста дейді, дәл мектепте оқып жүрген уақытында мақтан қума, керек қу дейді. Қарындаш балалар, небәрі 4-ақ сөз. Мақтан қума, керек қу дейді. Түсінікті ғой? Көптің аузын күзетіп, күн көре алмайсың дейді. Қарандаш, керекті қуала дейді. Біреу айтты, анау айтты, мынау айтты деп, олай сен күн көре алмайсың дейді. Көптің сөзін күзетіп, көптің ісін күзетіп, оның айтқанын күзетудің қажеті жоқ дейді. Бұл да Абайдың афоризмі. Енді Абай жалпы, Абай қазақтың ғана Абай емес балалар. Осыған қатты мән берейікші. Күллі адамзаттың Абайы, бүкіл әлемнің Абайы. Неге? Қараңыздар, Абай бүкіл әлемнің Абайы дейтініміз, Абайдың мен осының алдында айтқан дүниелерінің барлығы, ол бір қазаққа қажетті дүние емес, жалпы ұлтқа қажетті дүние. Күллі адам баласын қорғылатын 3 нәрсе бар дейді. Осы 38-ші сөзде. Ол не екен ол үшеуі? Сонан қашпақ керек дейді. Әуелі надандық дейді. Екінші еріншектік дейді. Үшінші залымдық дейді. Мен ойлаймын, 21-ші ғасырда надан болуға енді ол тіпті де жол жоқ. Ал екіншісі еріншектік дейді. Вот өзіңді, өз бойыңды дейді, еріншектіктен сақта дейді. Үшінші залымдық дейді. Ол үшінші залымдық деп отырған қулық, біреуге бір қиянат жасау, ұрлық. Міне осының барлығы ол қайда апарады сен дейді. Мұндай залымдық іс жамандық жолға ғана апарады дейді. Бұл енді қараңыздар, осы ойдан мен ойлаймын, Абайды қалай күллі адамзаттың Абайы деп айтпасқа. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді Абай. Мен ойлап тұрмын, мен сіздерге айтып, мен сіздерді үйретуге еш уақытта шаршамаймын деп, Абай маған айтқан екен деп ойлаймын. Ал шын мәнінде Абай оны өзін айтып тұрған сияқты. Екінші қырын қараңыздаршы. Абай міне күні бүгінге дейін бәрімізді оқытып жатыр.
телегей теңіз, терең. Сондықтан Абайды оқи беруіміз керек. Енді Абайдың өзінің мынандай сөзі бар. Абай өз алды дейді, медресе деп біліп, ұқса да, ұқпаса да халыққа білгенін айтып, үйретіп отырғаны ең қызықты өмірім деп жазған дейді. Қараңдаршы, сонда Абай осы жазып кеткендерін біз өзінің замандастарына, өзінің ауылдастарына, өзінің балаларына, маңайында жүрген өнерлі азаматтарға айтып үйреткенін ең бір өмірімнің жақсы уақыты дейді. Осы жерде балалар, кішкене сендерге де бір қызықты сәт болсын, Абайдың мынандай қасиеті бар екен. Абай өте жомарт адам болды. Ештеңесін ешкімнен аямайды екен. Енді оның аямағанын міне білімінен көріп тұрсыздар, Енді ол кісінің тағы бір жомарттығы, өзінің мынандай сөзі бар. Бір досыңнан қызығып қалап, бұлдап алған жақсыңды үйіңе жеткізбей, бір жақсы көрген адамың алып кетсе, сонан қызық не бар деп Абай айтпады ма деп аңыз қылсады. Бұл Көкбайдың сөзі. Көкбай деген ақын болған. Абайдың жанында жүргеннен. Сол Көкбай Жанатайұлы міне сол кісінің жаңағы қалтырып кеткен естелік екен. Билікте әділдікпен қатар осымен егіз секілді бір мінезі Абайдың мырзалығы, жомарттығы, дүниеқор еместігі болатын дейді. Қараңдар, енді қандай билікте жүрсе де дейді, жомарт болды дейді, қолы ашық болды дейді. Бірде Абай өте бір жүйрік атқа қатты қызығатты, сол жүйрік атты қалап, сұрап, ақысын төлеп алып келе жатады. Жолда алып келе жатса, бір жақсы көретін досы кездесіп, әлгі жылқыға қатты қызығып сұрайды. Сонда Абай бір мінбейде сол жерде жаңағы әлгі қалап тұрған адамға беріп кетіпті. Жомарттықты қараңдаршы бала. Біз қазір осындайды жасай аламыз ба екен? Абай осы 38-ші сөзінде айтып кеткен. Мысалы, өзін өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын гүлін бұзады дейді. Қараңдаршы балалар. Өзі өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де, күншілдікті қозғайды. Мен жаңа осының алдында ғана кішкене түсіндіріп кеткен бұл туралы. Күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар, содан қашқымақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды дейді. Қараңдаршы, егер білімің ғылымың жоқ болса, онда сен надансың дейді. Ал бірақ мен қазір бағанада айттым, дәл қазір біз ондай болуымыз енді ол өте қиын дүние. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады дейді. Ал біз қазір расында да егер еріншек болатын болсаң, жалқау болатын болсаң, онда ертең сенің алақаныңда ақша да болмайды, жігеріңде болмайды, ұятсыздықта сенен шығады, кедейлікте сенен шығады, бәрі осы еріншектіктен шығады дейді. 38-ші қара сөз. Тағы бір Абайдың бір афоризмін айтқым келіп тұр балалар. Біз ұят дейміз, ұят дейміз. Қазақта ұят болады дегенменен тәрбиелеген бізді. Өзі ол ұят болады дегеннің қазақтың балалары көбін оның не екенін білмеген. Бірақ жамандығы тұр. Ол онда істесең ұят болады. Енді қараңдаршы, Абай, сіздер физикадан, сосын кейін химиядан, математикадан ережелер білесіздер, қазақ тілден ереже білесіздер. Ережесін айт десе, бір тақырыптың сіз ережесін айта жүресіз. Ал Абай ұяттың ережесін жасапты. Ұят деген дейді, адамның өз бойындағы адамшылығы дейді. Рас қой. Әркімнің өз бойындағы адамшылық ол ұят. Сол адамшылығың болса, ұятың бар. Ал сол ұят бойыңдағы егер бір жаман қасиетің болса дейді, сол жаман қасиетіңді, яғни иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты дейді.
соны қысып жаңағы сені ішіңнен, ішкі жан дүниеңнен мынауың ұят болды деп, бұны істеме, бұл жаман болады деп қысқан дүниені соны ұят деп айтады дейді. Мынау бір ғажап ереже, қарап отырсаңыз. Мен осы ережені тапқанда өзім сондай қатты таң қалдым. Осы ережені сіздерге айтып жеткізгенше шынын айтайын, асықтым. Енді бір танымдық талғау. Сәулең болса кеудемде деген өлеңнен. Единица жақсысы. Единица жақсысы, ерген елі бейне нөл. Единица нөлсіз ақ, өз басындық болар сол. Единица кеткенде не болады өңкей нөл дейді. Толық адам деген ол дарынды адам, ол ақылды адам, ол білімді адам, ол асыл адам. Соны Абай единица дейді. А единица деген жалғыз деген сөз ғой, біреу деген сөз, е? Сол біреу дейді, жалғыз, ол өте жақсы дейді, ол өте мықты дарын дейді. А кейде дейді, соның төңірегінде жүрген ақылсыздар дейді, олар нөл дейді. Олар нөл дейді. Единица нөлсіз дейді. Единица нөлсіз, ол жеке дара көріне алады дейді. Е? Осы жерде айтып кетуге болады. Абай мысалы, жеке дара, единица. Шәкәрім, жеке дара, единица. Мәшһүр Жүсіп Көпеев, жеке дара, единица ғой, е? Ал дейді, сол единицаның жанына нөлдір қойсаң дейді, ол көбейеді дейді. Көбейеді дейді. Бірақ жаңағы айтып тұрған нөлдің жанындағы дейді, единица біреуді алып тастасаң дейді, мақтым дейді, ана өңкей нөл не болады дейді. Қараңызшы балар, сонда қалай? Абай өзін, менің ойымша, Абай өзін жаңағы единица, жалғыз, осындай сол кісінің айтуыменен осындай көп дүниені, дарындылықты, осындай бір тамаша, телегей теңіз ұлылыққа біздің қазақ ие болып отыр ғой. Бұл біздің бағымыз деп білемін мен. Келесі Абай айтады, мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көңілін қойып көзін ашпақ дейді. Рас қой. Абайдың бар мақсаты қазақ балаларын дана, дара, единица көптің ішінде. Жоғары білім, терең білім алатын болса, менің жаңағы мақсатыма жеткенім дейді. Енді, балалар, бұл тақырып әрине бұл толық адамды жасау бүгінгі бір сабақта, немесе бір сағатта болмайды. Бірақ дегенменен толық адам болу үшін жаңағы күллі адам баласын бұзатын үш қасиеттен сақ болып, жақсылыққа қарай жетелеу екен. Құрметті оқушылар, сабағының соңында мұнайтын үнін айтқым келеді. Қазір әлемді жайлап отырған індет туралы басы ауырмай жатқан адам жоқ. Осыдан сақ болудың бір жолы ғана бар екенін Абай айтқан екен. Мен соны оқығанда сондай қатты таң қалдым, рахаттандым, әлгіге соншалықты риза болдым. Мұқағали Мақатаевты бәріңіз білесіздер ғой. Мұқағали Мақатаевтың жан-жары Лашын апамыздың бір нағашы әкесі, нағашы атасы кезінде істі болып Сібір жаққа айдалыпты. Содан өзінің уақытын өтеп, қайтатын уақыт жақындаған кезде бір орыс досынан сұрапты. Мен қалай қайтам? Менің елім өте алыс, мен қалай жетем? Дейді екен. Сол кезде әлгі орыс адам былай айтыпты. Сіз Семей деген шаһарға жетіңіз. Ол Семей шаһарында Абай деген данышпан бар. Бір барсаң сол данышпанға барып, сол данышпан сізді жеткізеді депті. Содан өтір әрең дегенде көп қиындық көріп, Семейге жетіп, Абайдың ауылына жетіп, Абайдың жанында болып,
абай 1-2 ай дем алдық, қазір сен жете алмайсың өзіңнің еліңе, сондықтан мен біздің үйде дем ал, сосын мен көлік беріп сізді шығарып салам дейді. Күтеді 2 айдай. Сол уақытта дейді, менің көзімнің жеткен нәрсесі дейді, сол кезде бір індеттер болды дейді. Сонда абай өзінің туысқандарын, өзінің балаларын оқшауландыру арқылы қорғап отырды дейді. Мен осыны абайдан көріп едім дейді. Оны қалай жазған? Бұны Лашын шешеміз жазып отыр бұл естелікті. Елге келгеннен кейін дейді, ауылда жаңағы оба індеті басталып кетіпті. Оба індеті басталып кеткен кезде дейді, жаңағы менің Сібірден айдалып кеткен нағашы атам дейді, ешкім менен үйіндегі бала шағасын араластырмай, ешкімді үйден шығармай, ешкімді аяқ табақтас қылмай, үйінде ұстап дейді, біздің жанұяны менің жаңағы Сібірден келген атам солай сақтаған екен дейді. Сонда осы сақтап қалудың себебін сіз қайдан білдіңіз дегенде, мен жолда абайға соққанда, абайдың аузынан естіп, абайдың істеген ісінен көріп едім деп айтты дейді. Ендеше балалар, жазғы уақытта уақытты дұрыс пайдаланып, үйде абайды оқып, кітап оқып, бос уақытымызды бос өткізбей, оқшауланып үйде болайық.